Жастар тек бір реттік шараларда ғана белсенділік танытып қоймау керек. Кәсіпке ынталы буын мен дамудың даңғыл жолы айқындалмақ. Осы және өзге де мәселелер Жаңақорған ауданы әкімдігі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңес отырысында айтылды. Жаңақорған ауданында кәсіпкерлік саласы салыстырмалы түрде өрісті дамып келеді. Әйтсе де бұл көште жастардың үлесі кемшін. Бір дерек, ағымдағы жылы ауданда бастау бизнес кеңесші оқу курстары арқылы 300-ден астам тұрғын білім алған. Ал оның небәрі 100-ге жуығы жастар. Бұл бүгінгі буынның кәсіпке немқұрайлығы ма, әлде жүйелі жұмыстың жоқтығын көрсете ме? Жастар білмейді, білгісі де келмейді көп жағдайда. Ізденбейді, сұрамайды. Жолы қандай, мынау қандай, одан қандай пайда табуға болады. Олар жаңағы соткамен жүріп, әйтеу бірдеңе жаңағы шараларға қатысып жүрсе болды сол. Олар тарту керек, шамалы жастар алданып бірдеңемен айналысу керек, қарап жүрмеу керек. Шынында жастарды кәсіпке баулу күн тәртібіндегі басты мәселенің бірі. Бұл олқылықтың орнын толтыру мақсатында ауданда нақты бастамалар қолға алынуда. Тек сол берілген мүмкіндікті мүлт жібермеудің қамына бүгіннен бастап кірісу керек. Мысалы 150-200 бас балапан алып, соны өсіреді. Сосын соған енді жаңағы кредиті бар, гранты бар, басқасын көрсетеміз. Ол бір бағыт. Екінші, кенттегі мына екі агрозона бар, біреу кентке тиесілі, біреу Ақ-үй бірлікке тиесілі. Соны екеуіне де шығарып, жастарды жұмыс етеміз. 3 айналым принципі бар, кеше оны талдап көрсеттік, жұмыспен қамту орталығында. Бір айналымнан қанша пайда табады? Көбіне осы жастарды тарту керек. Жаңақорғандағы және бір түйткілді жағдай. Жыл басынан бері ауданда бірнеше суицид жағдайы тіркелді. Кеңесте өзекті мәселені шешудің жолдары сараланды. Аудамызда болып жатқан оқыс оқиғаларға байланысты кешенді жобалар қабылдап жатырмыз. Өмір тамаша, суицид бұл шешімнің соңы емес деген сияқты. Енді бүкіл ауылдық округтерде ай сайын кезекті сала өкілдерімен топ құрып, арнайы жастармен, олардың ата-аналарымен кездесу ұйымдастыру жоспарда бар. Кеңесте көтерілген мәселелер күн тәртібінен түспейді. Жұмысшы топтың бастамалары мен жастардың жаңа жобалары аудан әкімінің бақылауында болмақ. Елжас Әбділда Бекболат Әбден, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.